Баршаңызға сәлем, сіздермен Олжалғас. Бүгін морской каприз салатын жасаймыз. Бізге керекті азық-түліктер майонез, кез келген майонез жарайды, қайнатылған ет, мендегі мал еті, жақсылап қайнатып, осындай майда етіп турайсыздар. 2 картоптың өзі жеткілікті, 2 сәбі және қайнатылған 2 жұмыртқа қажет. Бір ыдысымызға етті ортасына салып, осылай жинайтын боламыз ортаға. Сосын үстіне майонездің осылай шетін қырқып тастайсыздар, қатты қырқпаңыздар. Барлық жеріне тигізе отыра жағамыз. Терканың көмегімен картошканы, менде 2 картошка жеткілікті болды, средний көлемде. Міне картошканы ірі теркадан өткізіп алдым. Барлық жерін жайып, бірдей қылып жайып шығыңыздар. Сосын үстіне слойы жаққан сайын майонезді барлық жеріне тигізе отырып жағып шығасыздар. Одан кейін 2 қайнатылған сәбіз, сосын жұмыртқа, майонез жағамыз, сосын үстіне сырды теркадан өткізіп барлық жерін жауып шығасыздар. Бетін қалауларыңыз қарап әсемдесеңіздер болады. Зәйтүн немесе мен сияқты укроп, петрушка қойсаңыздар да болады. Ас болсын. Егер видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менен күшті рецепттер күтіңіздер.